Ассалаумағалейкум, құрметті менің оқырмандарым, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен ерекше пайдалы, жеңіл шорпа дайындайтын боламыз. Яғни өзбек халқы бұны шорпа дейді, біз сорпа деп атаймыз. Етімізді жақсылап жуып, тазалап, су құйып қайнататын боламыз баяу отта. Қайнағаннан кейін астын басып қоясыздар да, осылай көбігін жақсылап тазалап аламыз. Көбігін алғаннан кейін сорпаны 1,5 сағаттай қайнатасыздар. Одан кейін сарымсағымызды осылай турайсыздар. Міне, өте майдаламайсыздар. Үлкендеу қып турасаңыздар да болады. Себебі ол ұзақ қайнағаннан кейін езіліп кетпеу үшін. Пиязымызды ұзыншалап осылай ортасынан бір бөлесіздер да, осылай турап аласыздар. Менде қатырылған қызанақтар және бұрыштар бар. Осыларды қосамын. Егер сіздерде свежий түрі болатын болса, соны қоса беріңіздер. Мен жаздың күні қатырып қойған осындай көкөністерімді қосамын. Өте майдаламайсыздар. Үлкендеу қылып осылай 4 бөлікке бөле салып, 3-ке бөлесеңіздер болады. Енді сәбізді үлкендеу қылып турайсыздар. Міне осылай. Картошка менде орташа көлемдеген, ортасынан бір бөлдім. Яғни бұл езіліп кетпеу үшін. 1,5 сағат сорпамыз қайнады. Енді сарымсағымызды салдық, пиязымызды салдық, және сәбізімізді салып, қыста қатырылған мынау қызанақ пен бұрыштарымызды және қара бұрыш, тұз, зира салдым. Дәміне қарай өздеріңіз қоссаңыздар болады. Осыны баяу отта тағы да бір 30-40 минуттай қайнататын боласыздар. Міне қараңыздар, сорпа. Енді мен ең соңында пісуге аз уақыт қалған кезде осылай картошканы саламын да, тағы бір 20 минуттай қайнататын болам. Қараңыздар, міне еті балбырап піскен. Осы етті салып аласыздар жеке ыдысқа. Содан кейін керегінше ар ыдысқа өздеріңіз бөліп саласыздар да, үстіне жаңағы бір картоп, бір сәбізден қосып, сорпасын құйып, бетіне ас көгін салып бересіздер. Қараңыздар, міне керемет болып шықты. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып тұрыңыздар. Менің сонда рецепттерімді жіберіп алмайтын боласыздар. Міне сіздерге құйып көрсетіп жатырмын. Керемет болып шықты. Жасап көріңіздер. Ас болсын.